Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дамский пальчики тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай, ол үшін бізге ең алдымен ұн, сүт, сары май, құмшекер пен тұз, су және жұмыртқа керек. Әр керекті ингредиенттен қанша граммнан кететінін описание бөліміне жазып қоямын. Таза ыдысымызға сүт пен суды, құмшекер мен тұзды және сары майымызды салып, жақсылап сары май ерігенше араластырамыз, сүтіміз қайнап кетпесін. Сары май толық ерігенше осылай жақсылап араластырамыз. Отымыз қатты да, жай да болмау керек, орташа отта осылай асықпай жайлап майымызды ертіп аламыз. Енді үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып отырамыз. Жақсылап араластырыңыз деген себебім, тестамызда ешқандай да комок қалмауы керек. Біркелкі теста шыққанша осылай тездетіп араластырып тұрамыз. Осылай біркелкі араластырып болғаннан кейін бірден астын өшіріп суыта салмаңыздар. Әбден тестамызды осылай баяу отта құрғатып алуымыз керек. Теста толық құрғағанша газымыздан алшақ кетпей жақсылап араластырып тұрамыз. Тестаны не үшін құрғату керек десеңіздер, жұмыртқа салып араластырған кезде ағып кетпес үшін тестамыз өз формасын ұстап тұру үшін. Енді тестамызды суытамыз. Ол үшін басқа ыдысқа ауыстырып, осылай бетін пищевой пленкамен жауып, әбден суығанша қоямыз. Теста толық суып болғаннан кейін үстіне 500 грамм жұмыртқамызды бөліп саламыз. Менде 500 грамм жұмыртқа 9 штук шықты, яғни мендегі жұмыртқалар отборный болғандықтан. Миксердің көмегімен араластыра отырып, жұмыртқамызды бөліп саламыз. Біркелкі теста шыққанша жақсылап миксерлейміз. Дәл осы дамский пальчики рецебін мен арнайы мастер-класстардан үйренгенмін. Сондықтан да еш қорықпай жасай беріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай біркелкі тестамыз шықты осымен. Енді арнайы кондитерлік мешоктарға салып, пергамент қағаздарға әртүрлі фигурада сығып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 175 градустағы печкамызда 40-45 минут пісіріп аламыз. Дәл осылай эклер күйінде де жасап, ішіне крем сығып жасасаңыздар да болады. Ал мен бұны дамский пальчики қылып сыртынан кремді аунатып жасаймын. Дәл осы рецептпен эклерді немесе дамский пальчикиді де жасай берсеңіздер болады. Ал енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге 1 литр сливки керек. Сливкидің проценті 33%-дан кем болмасын. Сливкимізді қолданбас бұрын 3-4 сағат холодильникте тұруы керек. Енді үстіне 200 грамм творожный сырымызды саламыз. 200 грамм қантымызды да салып, жақсылап миксерлейміз. Дамский пальчикидің кремін қатты қою етіп жібермеңіздер, және де қатты сұйықта болмасын. Орташа сұйықтықтағы жеңіл крем болу керек. Эклерді кремге араластырған кезде жеңіл жағылу керек. Барлығы видеода анық етіп көрсетілген, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді креміміздің үстіне 150 грамм сапалы сгущенканы құямыз. Сгущенканың өзі де холодильникте тұру керек. Тағы да жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Крем қатты қою болып кетпесін. Дайын болған креміміздің үстіне эклерімізді салып, осылай қасықтың көмегімен аунатып шығамыз. Егер де эклерге дұрыс крем жағылмай жатса, қасықтарыңызбен кремді жақсылап
бір араластырып жіберіңіздер, сонда эклерге оңай жағылатын болады. Осылай әрқайсысын жеке-жеке қасықтың көмегімен тездетіп орналастыра бересіздер. Әркім өз қалауынша түрлі формада жасап шығарса болады. Кремі эклерге жақсылап сіңгенше 2-3 сағат холодильникке қоямыз. Дайын болған дамский пальчики тортымыз әдемі болу үшін осылай Қазақстан шоколадын ерітіп, үстіне құйып шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша түрлі жемістерді үстіне қойсаңыздар да болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.